Диндил студио арнасы ұсынады. Диндил студия арнасына тіркеліп, лайк басып, Қолдай отырыңыздар. Сұлбаға қарап, бұл ненің сұлбасы екенін табамыз. Бүгінгі біздің ойында қар, аяз ата, шырша, бұғы, ақшақар, аққала. ойынымызды қызғылт түсті сұлбадан бастаймыз. Бұл ненің сұлбасы екен? Жоқ, дұрыс емес. Мүмкін бұл қардың сұлбасы шығар. Жоқ, қате. Қазір көреміз. Я, бұл шырша. Келесі бізде жасыл түсті сұлба. Ойланып көрейікші, бұл ненің сұлбасы? Жоқ, дұрыс емес. Аяз атаға ұқсайтын сияқты, көрейікші. Жоқ, қате. Менімше бұл сұлбаның артында мына бір жануар жасырынып тұрған сияқты. Керемет, бұл бұғы. Қара түсті сұлбаның артында не жасырынып тұр екен? Жоқ, дұрыс емес. Тағы да бұғы ма екен, әлде бұғы емес па? Жоқ, қате. Тапқан сияқтымын, осы ма деп ойлаймын. Я, бұл қар ғой. Енді бізде сары түсті сұлба. Бұл кімнің сұлбасы, ойланамыз. Жоқ, дұрыс емес. Мүмкін бұл қардың сұлбасы шығар. Жоқ, қате. Ақшақарға ұқсайды, қазір көреміз. Керемет, бұл ақшақар. Ақырындап қызыл сұлбаға да жеттік. Мұқият қараймыз. Жоқ, дұрыс емес. Менімше бұл бұғының сұлбасы болу керек. Жоқ, қате. Қызыл сұлба өте қиын екен, қазір көреміз. Өте жақсы, бұл аяз ата. Соңғы қалған бізде көк түсті сұлба. Ойланып, дұрыс табуға тырысайық. Жоқ, дұрыс емес. Мен ойлаймын, бұл сұлба аяз атаныкі деп. Жоқ, қате. Мен тапқан сияқтымын, қазір көреміз. Я, дұрыс, бұл аққала ғой достар. Арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпа досым.